Адам денесі қала сияқты. Әр көшенің, әр ғимараттың сырты қабырғамен қапталған. Сол сияқты біздің ағзамыздың да іші сырттан қаптап тұрған қабат бар. Ол эпителий ұлпасы. Бірақ ол жай ғана қаптама емес. Оның артында үлкен философия жатыр. Неге кей жерінде жұқа, неге кей жерінде қалың, неге кейде кірпікшелі, ал басқа жерде мүйізденген? Бұл сұрақтарға жауап берейік. Эпителий жасушалары бір-біріне тығыз орналасқан. Неге? Себебі ол қорғаушы. Егер арасында саңылау болса, микроб кіріп кетеді. Қан тамыры эпителийдің ішінде болмайды. Қалай тірі қалады дейсің ғой? Тіршілігін астындағы дәнекер ұлпаның есебіне жүргізеді. Ол оттегі мен қоректік затты береді. Базалды мембрана эпителийдің іргетасы. Үйдің іргетасы құласа ұйқылайды. Сол сияқты базалды мембрана болмаса, эпителий орнықпайды. Енді түрлерін талдайық. Бір қабатты жалпақ эпителий. Алвеолаға кіріп көрейік. Қан мен ауаның арасында өте жұқа қабат тұр. Ол бір қабатты жалпақ эпителий. Қалың болса оттегі қанға өтпей қалады. Бір қабатты құп тәрізді. Бүйректің өзекшесін елестет. Ол сүзгі сияқты. Құп тәрізді жасушалар бір заттың өткізіп, бір затты қайтарады. Яғни қақпашы. Бір қабатты цилиндр тәрізді. Ішектегі микробірлерді есіңе түсір. Тамақ ішесің, ас қорытылады. Бірақ ол автоматты түрде қанға өтпейді. Микробірлі цилиндр жасушалар сорып алады. Көп қабатты жалпақ мүйізденбейтін ауыз қуысы өңеш. Үнемі үйкеліс бар. Сондықтан қосалқы қабаттар қажет. Тері сияқты қатты емес, бірақ бір қабатқа қарағанда берік. Көп қабатта жалпақ мүйізденетін теріде. Неге мүйіздену бар? Себебі күн, жел, микроб, жара бәріне қарсы тұру керек. Үстіңгі қабат өлі, бірақ астындағы қабатты қорғайды. Көп қатарлы кірпікшелі тыныс жолдары. Кірпікшелер шарышты жоғары айдап шығады. Егер кірпікшелер жұмыс істемесе, шаң тозаң өкпеге түсіп қалады. Темекі тартқанда кірпікшелер жансызданып, сондықтан қақырық шыға алмайды. Өтпелі эпителий қуықты елестет. Бос тұрғанда қалың, ал толғанда жұқарып кетеді. Бұл өтпелі эпителийдің фокус жасауы. Эпителийдің үстін әшейін қабат деп ойлама. Оның үстінде микробірлер сіңіру үшін, кірпікшелер тазарту үшін гликокализ, қорғаныс қабықшы. Байланыстарды да ерекше тығыз түйісулер ештеңе етпесін деп қақпақ сияқты жабылады. Десмосомалар мықты шеге сияқты жасушаларды біріктіріп ұстайды. Саңылаулы түйісулер телефон желісі сияқты көршілер ақпарат алмасады. Әр форманың нақты қызмет бейімделген жай әшейін жалпақ цилиндр емес, функцияға қарай өзгерген жұмысшы. Эпителийді түсінген адам гистологиядан қорқпайды. Себебі ол барлық жерде өкпеде алмасу үшін, бүйректе түзу үшін, ішекте сіңіру үшін, теріде қорғау үшін. Бұны жаттасаң, ұмытасың, ал түсінсең өмір бойы есінде қалады. Видео ұнаса, арнаға жазылып лайк бас.